лекіп қалды. Ал кеттік. Алғашқы раунд. Бұған дейінгі екі жекпе-жегін бірінші раундта аяқтаған. Әлімжан Бескемпір, сондықтан көрейік. Жолы қарсыласы бірінші раундтан аса алады ма екен? Өте жинақы. Әлімжан Бескемпір бірден тізгінді қолға алды. Деуге де болатын шығар. Үлкен қазір қолғаптың үлкен саусағы көзге тиіп кеткен болу керек. Енді бокста бұндай да болып тұрады. Жалғастырамыз. Тамаша. Блоктың өзін қазір бұзып өтуге жақын қалды. Әлімжан түсінуімше ұзаққа созғысы келмейді бұл жекпе-жекті. Тамаша, қашықтықтан тағы да қолдың үстінен, ал Трошин бір орында тұрып қалып жатыр. Өз-өзін қауіпті жағдайға апарып қазір тіреді. Дәл дейді. Әлімжан жекпе-жекті мерзімнен бұрын аяқтауды көздеген сияқты. Амалсыздан клинч жасауға тура келеді. Трошин қазір бас сауғалап әрине қашып сәл тынығып алудың жолын іздейді. Міне, қорғаныстан тиіп жатқан соққылардың өзінен артқа қадам басуға мәжбүр Борис Трошин. Жекпе-жек басталмай жатып қазір екеуі қанжоса. Тамаша, бүйірден ашық қалды бұл тұста. Осымен екінші рет, шеберлік деңгейлері бір-біріне сай емес десек болатын шығар. Трошин жап-жақсы боксшы, бірақ Бескемпірдің деңгейі бұдан да жоғары болып тұр. Қашықтықты сезіп, әзірше бірде-бір қауіпті деуге тақдейтін шабуыл жасауға жол бермеді. Бескемпір. Міне бой үйрете бастаған сияқты, Борис Трошин. Қарсыласының шабуылдарына. Ал көрейік. Бұған дейінгі екі қарсыласын бірінші раундтан асырмаған еді. Бескемпір, ал Трошин қазір екінші раундты да көріп қалу ықтимал. Тамаша. Клинчте бірден қимылдай бастады Бескемпір. Бүйірден қазір сол қолмен тәп-тәуір соққы жетті. Ал көрейік. Әлде қайда жылдам. Әлімжан. Сәл тәлтіректеп кетті. Нокдаун ашуға тура келеді бұл жерде. Және үлгермейді ау, жекпе-жек мерзімнен бұрын аяқтауға қазір уақыт құтқарып қалатын сияқты, Тамаша, тағда, және гонг. Нокдауннан кейін әрине 10-8 деген қорытынды болатын анық бұл раундтан кейін. Кәсіпқой бокста алғаш рет екінші раундты көретін болады қазір. Әлімжан Бескемпір. Mercedes-Benz премиальный сегмент в мире автомобилей Mercedes-Benz. The best or nothing. То медико-инновационные технологии имеет 18 лет успеха. Реализация медицинских проектов под ключ оснащения качественным медицинским оборудованием. А также мы благодарим Полован Шоа, компанию Бука, компанию Индиго, Кетрой, Казахстанскую федерацию профессионального бокса на ПБР, премиум магазин Окспорт, Пакер, Казахстан, Каспорт, Реформат, Был близок Алимжан к тому, чтобы оформить нокаут в этом раунде, но, к сожалению, не хватило времени, поэтому ждем начала второго раунда, хотя после такого избиения, мне кажется, Борис Трошин может принять решение не выходить в следующий раунд, но нет, все в порядке. Продолжается поединок, да, как уже было сказано ранее, Исатай в этом, конечно же, прав. Уровень подготовки Трошина, это, конечно, несравнимо с Алимжаном Бескемпіром. Лучше, конечно же, готов он к этому формату поединка, но всякое бывает, поэтому
Может быть, на характере сможет Трошин вытащить этот поединок. Однако слишком много ударов пропускает. Здесь даже, наверное, должны вмешаться уже и секунданты, и рефери здесь должен. Наверное, уже глухая защита происходит. Пассивная даже защита. Я бы так даже сказал. Ни одного удара не наносит в ответ. Трошин, это уже есть риск вреда здоровью непоправимого. Все-таки это не игровой вид спорта, поэтому задуматься нужно. Рефери здесь должен, наверное, принять и взять инициативу в свои руки. На мой взгляд, тут тотальное избиение. Если до этого мы видели, что в качестве стилей, уровня среди дебютантов примерно уровень был одинаковый, то здесь, конечно же, Трошин к тому же дебютант. Алимжан Бескемпер 2 поединка провел, причем 2 победы досрочные. Поэтому с этой точки зрения, наверное, не самый логичный матчмейкинг происходит у нас в ринге в 3-м поединке сегодняшнего вечера. Но стоит отдать должное, конечно же, Трошину. Крепкий парень. Но сложно на это смотреть. Множество ударов снова пропускать. Здесь снизу отличный был апперкот от Алимжана. Удар по печени. Минута остается до окончания второй 3-минутки. Даже уже удар не вкладывается. Алимжан, обратите внимание. Ох! Справа здесь через руку. Ну вот рефери, я не знаю, ну куда смотрит. Наконец-то отчитал. И я думаю, что можно останавливать поединок. Я, конечно, не профессиональный судья, но мне кажется, хватит Трошину на этом. Нет, смотрите-ка. Готов продолжать. Десять секунд до окончания второго раунда. Очень мало атак со стороны Бориса Трошина происходит во втором раунде. Пытается передохнуть в клинче. И раунд завершен. Я Трошинның бапкерлері осымен жетеді деді. Екінші раундқа. Шығарып мүмкіншілік берген болу керек. Қазір күте тұрайық. Бас тартқан сияқты еді ғой, бапкері. Қолғабын шешіп жатыр. Демек жекпе-жек аяқталды. Үшінші раундқа Трошинды бапкерлері шығармауды жөн көрген екен. Бапкер жаттықтырып, баптаудан бөлек жекпе-жек барысында әрине спортшының денсаулығы жайлы да ойлау керек. Ал бұл бокс, құрметті көрермен, бокста кез келген соққы, соңғы соққы болып шығуы мүмкін. Сондықтан жеңіске деген бір үміт болмаса, онда осы жерден ақ тоқтаған бір жағынан дұрыс та шығар. Боксшы келіспейтінін білдірді, бірақ бапкердің құзыретінде ондай да бар. Бапкер қаласа жекпе-жекті тоқтата алады. Осымен жетеді деп шешкен екен. Алғашқы жекпе-жек бізде мерзімнен бұрын аяқталған. Қалай болса да Борис Трошин жергілікті жанкүйерге дән риза, ал Алимжан Бескемпер бүгіннен бастап 3-0 деген көрсеткіштің егері 3 ай қатарынан жекпе-жек өткізу болды. Жақсы көрсеткіш. Кәсіпқой бокстағы алғашқы қадамдарын жасап жүрген боксшылар дәл осылай жүру керек те шығар. Екінші раундтан кейін Көкбұрыш спорт
Сату себебімен жеңіске жеткен рингтің қызыл бұрышы Әлімжан Мұхит Әлімжан 3-0 кешіңді. Әлімжан Бескемпір. Әлімжан Бескемпір бүгіннен бастап 3-0 және 3 жекпе-жектің барлығы мерзімнен бұрын. 2 жекпе-жек бірінші раундта, 1 жекпе-жек екінші раундтан кейін. Ал жекпе-жектен бас тарту бұл егер бокстың терминологиясына жүгінетін болсақ, no must деп аталады, яғни ары қарай жалғастырудан бас тарту. Жағын аяқталған жекпе-жектің ең қызық сәттерін тамашалап шығайық. Осымен 3-ші айқасты да аяқтадық. Енді бізде кезекті жекпе-жек ауыр салмақта өтетін болады, яғни 90 келіден жоғары. Мұхит Көшербай және Шахид Смағұл. 2 қазақстандық боксшы кәсіпқой бокстағы алғаш жекпе-жектен өткізетін болады. Әлімжан Бескемпір қарсыласына дес бермеді. Кейбір сәттерде Борис Трошин тек қана қашып құтылуға мәжбүр болды.